Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі математика сабағына қош келдіңіздер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын, әдеттегідей жақсы көңіл күймен бастайық. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза, мөлдір көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Сабақты бастамас бұрын, алдымен барлығымыз үй тапсырмасын тексеріп алайық. Қане дәптерлерімізді ашамыз, үйге берілген тапсырманы тексерейік. Үйге 8-ші тапсырма берілді. Солай ма? Қане барлығымыз есебіміз дұрыс па, бұрыс па тексереміз. 658 қосылған 174 теңдігі 832. 217 мен 361-дің қосындысы 578-ге тең. 1000 азайтылған 65 тең болады 935. Дұрыс па? Тексеріп отырмыз ба? 456-дан 321-ді азайтқанда 135 шығады. Қане есебіміз дұрыс па? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендердің есептерінің барлықтары дұрыс деген ойдамын. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, барлығымыз жақсылап тұрып экранға назар аударамыз. Экрандағы берілген есептерді жақсылап, ойланып, бірге талқылап орындайық. Бірінші есепке назар аударайық. Бірінші есепте Маралда 18 моншақ болды. Сол 18 моншақты 6-6-дан қораптарға салу керек болды. Маралға моншақтарды салу үшін қанша қорап қажет болды? Кәне ойланайық. Қанша қорап қажет болды? Жарайсыңдар. 3 қорап қажет болды. Ал енді келесі есепке назар аударайық. Маралда 18 моншақ болды. Оны 4-4-тен қораптарға салу керек болды. Маралға қанша қорап қажет болды? Жәнсе, моншақтардан артық қалғаны болды ма? Қанша моншақ артық қалды? Кәне ойланып көрелік. Жарайсыңдар балалар. Маралға қанша қорап қажет болды екен? 4 қорап қажет болды. Ал артық қалған моншақ болды ма? Қанша моншақ артық қалды? 2 моншақ артық қалған екен. Өте жақсы. Яғни 18-ді 4-ке бөлгенде 4 және 2 қалдық шығады екен. Яғни артық қалған санды балалар біз қалдық дейміз балалар. Балалар шешуін тексеруге болады. Шешуін тексеру үшін, ол үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосу керек. Яғни 18-ді 4-ке бөлгенде 4, 2 қалдық болады. Енді оны 18 шығатынын тексеру үшін 4-ке 4-ті көбейтеміз. Яғни бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп аламыз. Қалдықты қосамыз. Сонда 18 шығады. Яғни балалар естерінде сақтап алыңдар. Қалдық қашанда бөлгіштен кіші болу керек. Оны әрдайым естерінде сақтап жүріңдер. Балалар, келесі есепке назар аударайық. Жаңғақтарды санап, 2-ге, 3-ге бірдей етіп бөлдейді. Қайсысы тең бөлінеді екен, қайтысында артылып қалады екен? Балалар, бізде дискриптор әрбір есепке 3 балдан. Яғни бірінші есепті шығарған үшін 1 балл, шешуін жазған үшін 1 балл, жауабын орындап тапқан үшін 1 балл. Яғни әрбір есепке 3 балдан. Есептің шартында бірінші есепте
2 бала бар. Және 10 жаңғақ бар. Әрбір балаға қанша жаңғақтан тиеді? Әне, әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Дұрыс айтасыңдар. 5 жаңғақтан. Яғни теңдей 10-ды 2-ге бөлеміз, екеуі де 5-5-тен теңдей бөліп алады екен. Келесі есеп. Енді бізде 3 бала бар. Ал жаңғағымыз бізде 10. Әр балаға әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Артық қалады ма? Ойланып көрелік. Жарайсыңдар балалар. Қанша жаңғақтан тиеді? 3 жаңғақтан тиеді екен. Неше жаңғақ артық қалады екен? Жарайсыңдар. 1 жаңғақ артық қалады екен. Ал енді келесі есепке назар аударайық. Енді келесі есепте балалар, бізде 4 бала бар. Жаңғақтан 10. Әр балаға қанша жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ артық қалады екен? Кәне ойланайық. Қанша жаңғақтан? Қалай орындап есептейміз? Дұрыс айтасыңдар. 10-ды 4-ке бөлеміз. Сонда 2 жаңғақтан, 2 жаңғақтан алып, әрбір балаға неше жаңғақ артық қалады екен? 2 жаңғақ артық қалады екен. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Есеп түсінікті болды ма? Өте жақсы. Ал енді келесі өздерің номер 8-ші есепті өз беттеріңізбен орындауға кірісеміз. Алдымен есептің шартымен танысып алайық. Амалдардың орындау ретін анықтап, есепті орындау керек. Қане, барлығымыз орындауға кіріселік. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер есепті дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Ал енді, балалар, кім жылдам ойынын ойнап жіберейік? Амалдарды орындау ретін анықтап, өрнектерді баған түрінде есептеу керек. Дескриптор бізде былай берген. Амалдардың орындау ретін анықтайды 1 балл, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есептейді 1 балл. Яғни әрбір есепке 2 балдан. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер бұл есепті де дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Жақсы. Ал енді балалар, үйге тапсырма жазып алайық. Үйге номер 5-ші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. Үйде өз бетімізбен орындаймыз және тексереміз. Түсінікті ме? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағым аяқталды. Бүгінгі сабақ өте қызықты болса, түсінікті болса, данышпан үкілердің кез келген біреуін белгілейміз. Қане, менің ойымша сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Барлығымыз сабақты түсіндік деген ойдамын. Олай болса, барлығымыз жасыл тақия киген үкіні белгілейміз деген ойдамын. Олай болса, сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңдар.